Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді бризоли дайындайтын боламыз. Небәрі 20 минутта дайындалатын өте оңай рецептпен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға фаршты салып, бір орташа пиязды ұсақтап тураймыз. Үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып кететін боламын. Видеоның астынан көрсеңіздер болады. Фаршты жақсылап тұз бұрышын араластырып алғаннан кейін видеодағыдай етіп ұрғылаймыз. Осылай ұрғыласаңыздар, фарштың ортасындағы барлық ауа шығады. Пісу барысында біркелкі болып пісіп, ажырап кетпейді. Шұңғыл ыдысымызға немесе сапар кесеге осылай бір жұмыртқаны жарамыз және де 2 ас қасық мөлшерінде фарш саламыз. Фаршты көп салсаңыздар қалың болып кетеді. 2 ас қасық жеткілікті, одан көп салмаңыздар. Шанышқының көмегімен осылай артық қалмайтындай етіп, біркелкі етіп араластырамыз. Осылай видеодағыдай араласу керек. Енді тапамызды қыздырып, үстіне сұйық май құйып отырамыз. Сұйық майды көп те аз да құймайсыздар, видеодағыдай мөлшерде құйсаңыздар жеткілікті. Әр бризоли пісірген сайын осылай майлап отырасыздар. Асты жабысып, бризолилеріңіз қап-қара болып күйіп кетпес үшін. Қызып тұрған майымызға сапар кеседегі фаршты толықтай саламыз. Шанышқының көмегімен фаршымызды жұқалап, осылай тапаның бойымен жайып шығамыз. Дөңгелекше пішінге келтіреміз. Осылай барлығын біркелкі етіп, ашық еш жерін қалдырмай жайып алғаннан кейін пісуге орташа отта қалдырамыз. Егер де видео ұнаған болса, алда жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылып кетіңіздер. Фаршымыздың астыңғы бөлігі пісті, шеттері осылай ағарып, етіміз осылай қатаяды. Енді екінші жағын пісуге айналдырамыз. Айналдырған кезде астыңғы бөлігін осылай жаймен бірінші ажыратып алып, қозғап, сосын барып бірден айналдырып жіберіңіздер, үзіліп кетпес үшін. Енді екінші жағын 5-7 минут мөлшерінде пісіреміз. Барлық қалған бризолидің барлығын осылай пісіріп шығамыз, өте дәмді болып шығады. Бризолидің ортасына жағу үшін майонез, майдалап туралған укроп және де сарымсақты осылай турап араластырып алдым. Енді осыны бризолидің бетіне өте жұқалап жағатын боламын. Қалауларыңызға қарай тек майонез жақсаңыздар болады. Қияр мен қызанақты майонезге араластырып жақсаңыздар да болады. Немесе ештеңе жақпасаңыздар да болады, егер бұндай жаққанды ұнатпайтын болсаңыздар. Осылай болып шықты, дайындап қойдық. Енді гарнирін дайындаймыз. Бризолиді кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар дәмді болып шығады. Мен осылай пюре дайындап жатырмын. Картопты майдалап турап, жақсылап бірнеше рет шайып, ыстық суға тұз қосып пісіріп аламын. Ыстықтай сары майды көбірек етіп қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламын осылай. Енді тарелкаларымызға осыларды бөлікшелерге бөліп салып шығамын. Бризолиді осылай орап, бетіне майонез, кетчуп жағып, қасына гарнирін салатын боламыз. Тура осы рецептпен 10 штук бризоли шығатын болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.